Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа өте дәмді оңай тағамның рецептімен бөлісемін. Бізге қажет заттар баклажан, сыр, фарш, тәтті бұрыш, сарымсақ, пияз және де сұйық май керек. Ең алдымен баклажанымызды осылай пышақпен тілім етіп кесіп аламыз да, ортасына оливковое масло немесе осындай сұйық май аздап құямыз. Одан соң осының үстіне шым-шым тұздан себеміз де духовкада 20-30 минутта пісіріп аламыз. 180 градуста. Енді табамызға сұйық майымызды аздап құямыз. Майымыз қызғаннан кейін фарш қосамыз. Төменге описанияға видеоның астына қанша мөлшерде керектігін барлығын жазып қалдырамын. Фаршымызды қуырып алғаннан кейін үстіне пияз қосып тағы да қуырамыз қызартып. Одан соң тәтті бұрышымызды саламыз. Қуырамыз тағы да 2-3 минут бойы. Енді езілген жұмсақ бір қызанағымызды майдалап тураймыз да қосып тағы да араластырып қуырамыз. 1 шай қасық толтырып томат пастасын қосып араластырамыз. Енді аздап осыны сәл піскенше су құямыз. Қайнағаннан кейін дәміне қарай тұз және де әртүрлі приправалар қоссаңыздар болады. 10 минуттай қайнат болғаннан кейін астын өшіріп қоямыз. Баклажанымыз да дайын болып қалды. Енді ортасындағы піскен жерін алып тастасаңыздар болады. Немесе ұнаса қалдырып қойыңыздар. Осы салмасын саламыз. Салмасын салып болғаннан кейін достар осының үстіне сырды, яғни кез келген тверді сырды алып үкіштен өткіземіз. Сырды салмас бұрын тағы да 5 минутқа духовкада пісіріп алыңыздар. Одан соң 5 минуттан кейін бетіне сырды себеміз. Өте дәмді кешкі ас, ең бастысы ерекше, қасына күріш немесе пюре пісіріп қоссаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.